Құрметті оқушылар, келесі кезекте біз 32-ші тақырыптың Б тобының жаттығуларына байланысты есептер шығарамыз. Ең алдымен 32-де 21-ші жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Біз бұл жерде дәрежені көпмүше түрінде жазуымыз қажет. Олай болса, екі өрнектің айырымының квадраты берілгенін көріп отырсыздар. Демек біз екі өрнектің айырымының квадратының формуласымен біз аша аламыз. Олай болса, формуланы еске түсіретін болсаңыздар, бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі және қосылған екінші өрнектің квадраты болатын. Бірінші өрнекте бізде 3х тұр. 3х-ті квадраттайтын болсақ, 9х квадрат болады. Және де азайтылған екі еселенген бірінші өрнек және екінші өрнектің көбейтіндісі. 2-ні 3-ке көбейтетін болсақ 6 болады. 6-ны 8-ге көбейтетін болсақ 48 болады. Сонда біз 48х y дейміз. Екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі бізде 48xy болды. Ал енді соңында қосылған екінші өрнектің квадраты. 8-дің квадраты 64 болады. Y-тің квадратын y квадрат деп жазамыз. Ал енді осы 32-де 21-ші жаттығудың 5-ші есебін қарастырайық. Бұл жерде де екі өрнектің айырымының квадраты берілген, тек қана өрнектер бөлшек түрінде. Демек, формула бойынша біз бірінші өрнекті квадраттап аламыз. 3-тен 2-нің квадраты 9-дан 4. Және а-ның квадратын а квадрат деп жазамыз. Бірінші өрнекті квадраттадық. Азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Жазып алайық. Екі еселенген, яғни 2 көбейту бірінші өрнегіміз 3-тен 2а. Және көбейтілген екінші өрнегіміз 7-тен 3b. Және де қосылған екінші өрнектің квадраты. Бұл жерде екінші өрнектің орнында 7-тен 3b тұр. Демек 7-тен 3b-ны квадраттайтын болсақ, 7-нің квадраты 49 болады. 3-тің квадраты 9-ға тең. Және b-ны квадраттасақ, b квадрат болады. Бұл теңдік болады. Бірінші өрнектің өзін жазып аламыз. Яғни 9-дан 4 а квадраттың өзін жазып аламыз. Азайтылған. Мына жерде 2 көбейту 3-тен 2 көбейту 7-тен 3 болып отыр. Мына 3 пен 3-ті қысқартып жіберуге болады. Және де 2-ні 2-ке көбейтетін болсақ 4, бөлімінде 7 қалады. Сонда 7-ден 4 деп жазып аламыз. А мен б-ны көбейтеміз, оны аб деп жазамыз. Қосылған екінші өрнектің өзін жазсақ жеткілікті. Яғни 49-да 9 b квадрат. Келесі кезекте 32-де 22-ші есепті шығарайық. Бұл жерде де берілген өрнегімізді дәрежені көпмүше түрінде жазуымыз керек. Бірінші есепте екі өрнектің қосындысының квадраты берілген. Демек, формула бойынша ашатын болсақ, бірінші өрнекті квадраттап аламыз. 1,3-тің квадраты 1,769 болады. Ал m квадраттың квадраты m-нің 4-ші дәрежесі болады. Қосылған екі еселенген бірінші өрнек көбейту екінші өрнек. Яғни 2 көбейту 1,3m квадрат көбейтілген 4n квадрат. Және де қосылған екінші өрнектің квадраты. Бізде екінші өрнектің орнында 4n квадрат тұр. 4-ті квадраттайтын болсақ 16 болады. n квадраттың квадраты n-нің 4-ші дәрежесі болады. Ал енді амалдарды орындаймыз. Яғни бірінші өрнектің өзін жазып аламыз. 1,169 m-нің 4-ші дәрежесін. Және де қосылған 2-ні 1,3-ке көбейтетін болсақ, 2,16 болады. Ал 2,16-ны 4-ке көбейтсек, 10,4 шығады. 10,4-ті жазып аламыз. Және де m квадрат, n квадрат деп жазамыз. Қосылған 16n-нің 4-ші дәрежесін өзін қайталап жазамыз. Келесі 32-де 22-ші жаттығудың 6-шы есебін қарастырайық. Бұл жерде де екі өрнектің айырымының квадраты берілген. Демек, формула бойынша ашып жазатын болсақ, бірінші өрнекті квадраттап аламыз ең алдымен. 8-ден 3-тің квадраты 64-тен 9 болады. Және а-ны квадраттайтын болсақ, а квадрат деп жазып аламыз. Азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек болады формула бойынша. 2 көбейтілген бірінші өрнегіміз бізде 8-ден 3а көбейтілген екінші өрнегіміз 3-тен 2 b-ның 4-ші дәрежесі.
және қосылған екінші өрнектің квадраты. 3-тен 2-ні квадраттайтын болсақ, 9-дан 4 болады. B-ның 4-ші дәрежесін квадраттайтын болсақ, B-ның 8-ші дәрежесі болады. Тең. Бірінші өрнектің өзін қайтып жазып аламыз. 64-тен 9 a квадрат. Және азайтылған мына жерде 3 пен 3 көбейтіліп тұр, сол үшін қысқарады алым мен бөлімдегі үштер. Және 2-ні 2-ге көбейтетін болсақ 4 болады. Бұл 4-ті 8-бен қысқарып жіберуге болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 2 қалады. Олай болса бізде қалған сандар жазамыз. Бөлшектің алымында 1 қалды, ал бөлімінде 2 қалды. Сонда 2-ден 1 болды. A көбейтілген 1-ның 4-ші дәрежесі. A B-ның 4-ші дәрежесі. Қосылған екінші өрнектің өзін жазамыз. 9-дан 4 B-ның 8-ші дәрежесі. Келесі 32-де 23-ші есеп. Бұл жерде көп мүшені 2 мүшенің квадраты түрінде жазуымыз керек. Ол үшін біз формулаға келтіріп аламыз. Егер бірінші мүшеден кейін азайту таңбасы тұрса, онда екі өрнектің айырымының квадраттарын формуласына келтіруіміз керек. Ол үшін бірінші өрнектің квадраты 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек және қосылған екінші өрнектің квадраты түріне келтіріп аламыз. Демек, A-ның 10 дәрежесін бір өрнектің квадраты ретінде жазатын болсақ, оны біз A-ның 5-ші дәрежесінің квадраты деп түрлендіре аламыз. Және де мына жерде 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек болатын болса, 2 көбейту. Бізде бірінші өрнегіміз A-ның 5-ші дәрежесіне тең. Бірінші өрнегімізді жазып алайық. Және үшінші мүшеге қарайтын болсақ, бұл жерде 5B-ның 8-ші дәрежесінің квадраты болады. Сонда мына жерде 10 шығу үшін біз көбейтеміз 5B-ның 8-ші дәрежесін. Егер көбейтуді орындайтын болсақ, 2-ні 5-ге көбейтеміз, 10 шығады, A-ның 5 дәрежесі көбейтілген 1-ның 8 дәрежесі қайтып шығады. Ал енді қосылған екінші өрнектің квадрат түрін жазатын болсақ, 25B-ның 16-ші дәрежесін 5B-ның 8-ші дәрежесінің квадраты деп жаза аламыз. Өйткені 5-тің квадраты 25 болады, B-ның 8-ші дәрежесінің квадраты B-ның 16-ші дәрежесі болады. Осылайша бірінші мүшенің орнында A-ның 5-ші дәрежесі тұрғанын көріп тұрмыз, ал екінші мүшенің орнында 5B-ның 8-ші дәрежесі. Онда екі мүшенің айырымдарының квадрат түріне жазатын болсақ, A-ның 5-ші дәрежесі азайтылған 5B-ның 8-ші дәрежесінің жақшаның сыртында квадрат деп жазамыз. Осылайша бірінші өрнекті шығарып алдық. Ал енді келесі төртінші есеп. Бұл жерде тура осылай бірінші өрнектің квадраты көбейтілген 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек және де екінші өрнектің квадрат түрінде жазуымыз керек. Бірінші өрнектен соң қосу таңбасы тұр. Демек, екі өрнектің қосындысының квадратын формуласына түрленdiретінімізді жақсы білеміз. Олай болса, 16x квадратты біз 4x-тің жақшаның сыртында квадраты деп түрлендіріп жаза аламыз. Ал мына жерде қосылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнектің орнына 2 көбейту бірінші өрнегіміз 4x-ға тең. Демек 4x-ті жазып аламыз. 2-ге 4x көбейтетін болсақ 8x шығады. Ал 24x куб шығу үшін біз 8x-ті тағы да 3x квадратқа көбейтуіміз керек. Енді 2-ге 4 көбейтетін болсақ 8, оған 3 көбейтетін болсақ 24. Ал x-ға x квадрат көбейтетін болсақ x-тің кубы шығады. Біз осылайша түрлендіріп алдық. Қосылған 9x-тің 4-ші дәрежесін біз 3x квадраттың жақшаның сыртында квадрат деп жаза аламыз. Сонда екінші өрнектің квадрат түрінде жаздық. Енді формулаға толықтай келіп отыр. Бірінші өрнектің орнында бізде 4x тұр, екінші өрнегіміздің орнында 3x квадрат тұр. Демек, біз мұны 4x қосылған 3x квадраттың жақшаның сыртында квадрат түрінде жаза аламыз. Келесі кезекте 32-де 24-ші жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде 3 мүшені 2 мүшенің квадрат түрінде жазуымыз қажет. Олай болса, бірінші мүшенің квадраты берілген, көбейтілген 2 еселенген бірінші мүше көбейтілген екінші мүше қосылған екінші мүшенің квадраты. Әрине, бұл жерде сіздерге кішкене түсініксіз болатын шығар. Егер біз мұны түрлендіріп жазатын болсақ, яғни бірінші өрнектің квадратын көріп отырсыздар, x квадрат болып тұр. Қосылған 2 еселенген көбейтілген бірінші өрнегіміз x-ға тең, ал екінші өрнегіміз 1 бөлінген x-ға тең. Қосылған екінші өрнектің квадраты, яғни 1 бөлінген x-тің квадраты. Енді осылай жазатын болсақ, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде x пен x қысқарып, тек қана 2 деген сан қалған.
Демек біз бұл өрнекті екі өрнектің квадратының қосындысы түрінде жазатын болсақ, онда x қосылған 1 бөлінген x-тің квадраты деп жаза аламыз. Алтыншы есеп. Алтыншы есепте де тура осылай. Бірінші кішкене түрлендіріп жазып алайық. 9x квадратты біз 3x, ал 4y квадратты біз 2y деп жазып алатын болсақ, жақшаның сыртына жалпы квадрат таңбасын қоямыз. Өйткені бұны квадраттайтын болсақ, 3x-тің квадраты 9x квадрат болады, ал 2y-ті квадраттасақ 4y-тің квадраты болады. Бірінші өрнектің квадрат түрінде жазып алдық. Азайтылған, екі еселенген, бірінші өрнек бізде 3x бөлінген 2y көбейтілген. Екінші өрнек, мінекей 1 бөлінген 9x квадрат тұр. Бұл дегеніміз 1 бөлінген 3x-тің квадратын береді. Демек, екінші өрнегіміз 1 бөлінген 3x-қа тең. Жазып алдық. Және қосылған екінші өрнектің квадраты, жаңағы айттым, 1 бөлінген 3x-тің жақшаның сыртында квадраты. Ал енді олай болса, бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадраты формуласына келіп тұр. Мына жерде 3x пен 3x қысқартып жібереміз. 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек, 1 бөлінген y деген бастапқы өрнегіміз шығады. Осылайша біз формулаға келіп тұрған дәлелдеп алдық. Демек, бірінші өрнегіміздің орнында 3x бөлінген 2y, екінші өрнегіміздің орнында 1 бөлінген 3x тұр. Екеуінің айырымының квадрат түрінде жазатын болсақ, 3x бөлінген 2y азайтылған 1 бөлінген 3x-тің жақшаның сыртында квадрат түрінде жаза аламыз. Келесі 32-де 25-ші жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде өрнектерді ықшамдауымыз қажет. Ең алдымен жақшаның ішіндегі 11a минус b-ның квадратын екі өрнектің айырымының квадраттары формуласы бойынша ашып шығайық. Бірінші өрнектің квадраты 11a-ның квадраттайтын болсақ, 121a квадрат болады. Азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. 2-ні 11-ге көбейтетін болсақ, 22 болады. Сонда 22ab деп жазып аламыз. А b-ны көбейтіп. Ал және қосылған екінші өрнектің квадраты, яғни b-ның квадраты. Бұны жазып алдық. Және қосылу таңбасы тұр, мына жерде қосылу таңбасын жазып қояйық. Енді мына екі жақшаны бір-біріне көбейтіп ашып шығайық. Ең алдымен жақшаның көбейту ережесін жақсы білесіздер. Бірінші жақшаның бір мүшесін екінші жақшаның екі мүшесіне көбейтіп аламыз. Одан соң бірінші жақшаның екінші мүшесін екі жақшаның екі мүшесіне тағы да көбейтіп шығамыз. Ең алдымен 9-ны 8-ға көбейтетін болсақ, бұл жерде 72a квадрат шығады. Ал 9-ны минус 13b-ға көбейтетін болсақ, минус 117 болады. А-ға b-ны көбейтіп ab деп жазамыз. Яғни минус 117ab. Енді 7b-ны қалған екі мүшеге көбейтіп шығамыз. 7b-ны 8-ға бірінші көбейтеміз. Ол кезде 56ab шығады. Ал 7b-ны минус 13b-ға көбейтетін болсақ, онда минус 91b квадрат болады. Енді осы жерде ұқсас мүшелерін біріктіріп, немесе қысқартып шығайық. Ең алдымен a квадраттарды жазып алайық. Яғни, мына жерде көріп отырсыздар, 121a квадрат қосылған 72a квадрат. Екеуін қосатын болсақ, екеуі де оң таңбалы, сол үшін қосылады. Ал бұл жерде екеуін де қосатын болсақ, 193a квадрат болады. Енді a-ларды жазып алайық. Мына жерде көріп отырсыздар, минус 22ab, мына жерде 117ab, мына жерде және 56ab деген мүшелер бар. Минус 22 мен минус 117 қосылып, минус 139ab-ны береді. Минус 139ab қосылған 56ab болады. Минус 139-дан 56-ны азайтамыз, өйткені екеуінің таңбалары әртүрлі. Ол кезде 83 деген сан шығады. Оның таңбасы минус, өйткені теріс санның мәні үлкен. Демек, минус 83ab деп жазып аламыз. Және де, мына жерде көріп отырсыздар, соңында бізде b квадраттар қалды. Мына жерде плюс b квадрат бар, ал мына жерде минус 91b квадрат бар. Бұларды екеуі азайтылады, сол кезде минус 90b квадрат болады. Ал енді келесі үшінші есепті ықшамдайық. Бұл үшін ең алдымен бірінші жақшаны ашып алайық. 4x-ті 3x-ға көбейтіп ашатын болсақ, 12x квадрат болады. Ал 4x азайтылған 2y, бұл жерде таңбасы минус болады. Минус 8xy болады. Ал енді
Келесі жақша екі өрнектің айырымының квадраты болып тұр. Жақшаның алдында минус таңбасы болғанына байланысты бізде жақшаны ашқан кезде формуламен мүшелердің мәндері кері таңбаға ауысады. Олай болса, бірінші мүшенің квадраты 10 y-ті квадраттайтын болсақ, 100 y квадрат болады. Алдындағы минусқа байланысты минус таңбаны қоямыз. Минус 100 y квадрат. Және азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек болу керек. Ал 2-ні 10 y-қа көбейтетін болсақ, 20 y болады. Ал 20 y-ті 0,4x-қа көбейтетін болсақ, 8xy болады. Олай болса, алдында минус таңбасы бар, бізде формамен ашсаңда минус болады екінші өрнегіміздің алдында, екеуі көбейтіліп плюсқа айналып кетеді. Яғни плюс таңбаға айналып кетті. Олай болса, көбейткен кезде 8xy болды. Және қосылған екінші өрнектің квадраты. Бізде екінші өрнектің орнында 0,4x тұр. 0,4x квадраттайтын болсақ, 0,116x квадрат болады. Бірақ та бұның алдында қосу болғанмен жақшаның сыртына минус таңба тұр. Сол себепті минус 0,116x квадрат деп жазып аламыз. Ал енді бұл жерде ұқсас мүшелерді біріктірейік. Ең алдымен 12x квадрат пен 0,116x квадратты біріктіреміз. Олар азайту арқылы жазылған. Оларды бір-біріне азайтатын болсақ, 11,184 шығады. X квадрат. Енді x-y-тарды біріктіретін болсақ, минус 8xy және плюс 8xy. Бұл екеуі қысқарып кетеді, таңбалар әртүрлі болғанына байланысты. Ал енді y квадраттардан бізде тек қана минус 100y квадрат қалды. Сол себепті минус 100y квадраттың өзін жасақ жеткілікті. Келесі 32-де 26-шы жаттығу. Бұл жерде теңдеулерді шешуіміз қажет. 32-де 26-шы жаттығудың бірінші теңдеуін қарастырайық. Бұда ең алдымен бірінші және екінші жақша екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын беріп отыр. Олай болса, бірінші өрнектің орнында 2a тұр. 2a-ны квадраттайтын болсақ, біз 4a квадрат болады. Және де екінші өрнектің орнында 11 тұр. Мына қосылғыштардың орнын ауыстырып жатсақ, 2a минус 11, 2a плюс 11 болатын жақсы білесіздер. Екінші өрнектің орнында 11 тұр. Оны 11-ді квадраттайтын болсақ, 121 болады. Бірінші және екінші жақшаны формулалар арқылы ашып жазып алдық. Және азайтылған екінші жақшада екі өрнектің айырымының квадраты берілген. Мұны формула арқылы ашатын болсақ, онда бірінші өрнектің квадраты 4a квадрат болады. Азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. 2-ні 2a-ға көбейтетін болсақ, 4a болады. 4a-ны 5-ге көбейтетін болсақ, 20a деген жауапты аламыз. Және қосылған екінші өрнектің квадраты. 5-тің квадраты бізде 25 болады. Тең 0-ге. Енді жақшаны ашып жазып алайық. 4a квадрат азайтылған 121. 4a квадраттың алды оң таңбалы, жақшаның сыртына минуспен таңбасы ауысып кетеді. Яғни минус 4a квадрат болады. Ал 20a-ның таңбасы минус, жақшаның сыртындағы минуспен керісінше ол плюсқа айналады. Плюс 20a деп жазып аламыз. Және 25-ның таңбасы плюс, ол минуспен, ол да минусқа айналып кетеді жақшаның алдындағы. Тең 0. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Минус 4a квадрат пен 4a квадратты қысқартып жіберуге болады. Ал бұл жерде бізде қалатыны сонда 20a. Минус 121, минус 25. Екеуі қосылады бізде, сонда минус 146 деген жауапты береді. Екеуін қосып алдық, сол кезде минус 146 шықты, тең 0-ге. Олай болса, 20a тең болады, 146-ның теңдіктің екінші жағына өткіземіз. 146-ға. A деп отырғанымыз тең болады. 20 көбейтіліп тұр аға, теңдік мына жаққа бөлу болып барады. 146 бөлу 20-ға. Екеуінде 2-ге қысқартып жіберетін болсақ, бөлшектің бөлімінде алымында. Онда бөлшектің алымында бізде 73 қалады. Бөлімінде 10 қалады. Ал 73-ті 10-ға бөлетін болсақ, біз 7,3 деген жауапты аламыз. Келесі кезекте 32-де 28-ші жаттығудың бірінші есебін қарастырамыз. Біз бұл жерде теңсіздіктерді шешуіміз қажет. Ең алдымен бірінші және екінші жақшаны бір-біріне көбейтіп ашып алайық. Содан соң үшінші жақшаны екі өрнектің қосындысының квадратын формуласы бойынша шешеміз. Олай болса, 3,5-ті алдымен 4x-ға көбейтеміз. 3,5-ті 4-ке көбейтетін болсақ, бізде 14 болады. Демек, 14x 3,5-ті енді 1-ге көбейтеміз. Оның 1-ге көбейтетін болсақ, 3,5-тің өзі шығады.
Енді x-ті 4x-ға көбейтетін болсақ, минус 4x квадрат болады. Ал минус x-ті 1-ге көбейтетін болсақ, минус x-тің өзі шығады. Бірінші және екінші жақшаларды көбейтіп ашып алдық. Олай болатын болса, енді екінші жақшаны екі өрнектің қосындысының квадраты формасы бойынша ашамыз. Олай болса, бірінші өрнектің квадраты 2x-ті квадраттайтын болсақ, 4x квадрат болады. Қосылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. 2-ні 2x-ға көбейтетін болсақ, 4x болады. 4x-ті 3-ге көбейтетін болсақ, 12x. Және қосылған екінші өрнектің квадраты формула бойынша. 3-ті квадраттайтын болсақ, 9 болады. Кіші 0-ден. Ал енді бұл жерде ұқсас мүшелерді біріктіріп жазып алайық. Ең алдымен көріп отырсыздар, 4x квадрат және минус 4x квадраттың таңбалары әртүрлі болып отыр, демек олар бір-бірімен қысқарып кетеді. Қысқартып жібере аламыз. Ал енді 14x азайтылған x бізде 13x береді. Мінекей мына жерде 14x, мына жерде азайтылған x тұр. Екеуін азайтсақ 13x болады, ал 13x-ға 12x қосатын болсақ, бізде 25x деген жауапты аламыз. Ал енді сандардан мінекей 3,5 қалды, және 9 қалды. Екеуі де оң таңбалы сан, сол себепті бір-біріне қосамыз. Оларды бір-біріне қосатын болсақ, 12,5 деген жауапты аламыз. Кіші 0-ден. Олай болса, 12,5-ті теңсіздіктің екінші жағына таңбасын өзгертіп өткіземіз. 25x кіші минус 12,5-тен. Ал енді 25x-ға көбейтіліп тұр. 25-ті теңсіздіктің екінші жағына өткізсек, ол бөлу болып өтеді. Олай болса, x кіші минус 12,5 бөлінген 25-тен. Бөлшектің алымында бөлімде 12,5-ге қысқартып жіберетін болсақ, мына жерде. Мінекей. Онда біз аламыз. Бөлшектің алымында 1 қалады, бөлімде 2 қалады. Біз мұны x кіші болады, 1-де 2-ге бөлуді біз 0,5 деп жаза аламыз. Демек, минус 0,5 деп жаза аламыз. Ал егер мұны аралық бойынша көрсететін болсақ, біз жауабын былай жазуға болады. X-тің қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен минус 0,5-ге дейін. Осылайша біз теңсіздікті шешіп алдық. 32-де 29-шы есептеде теңсіздікті шешуіміз керек. Ол үшін ең алдымен бірінші және екінші жақша көбейтіліп тұр, және олар екі өрнектің квадраттарының айырымының формасына келіп тұрған біліп отырмыз. Олай болса, 4x азайту 3 4x плюс 3 болып тұр. Бірінші өрнектің квадраты 4x квадраттайтын болсақ, 16x квадрат болады. Азайтылған екінші өрнектің квадраты 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. Бұны ашып алдық. Енді мына жерде екі өрнектің айырымының квадратын формасы бойынша жақшаның ішіндегі өрнекті ашып шығайық. 4x-тің квадраты, яғни бірінші өрнектің квадратын жазып аламыз. Ол кезде 16x квадрат болады. Азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. 2 көбейту 4x 8x болады. Оны 1-ге көбейтетін болсақ, 8x-тің өзі қайтып шығады. Қосылған екінші өрнектің квадраты, яғни 1-дің квадраты 1 болады. Осылайша біз квадраттың формасымен ашып алдық. Бұлардың барлығы кіші 3x-тан. Енді жақшаны ашып жазатын болсақ, 16x квадрат азайтылған 9-ның өзін жазып аламыз. Жақшаның алдында минус таңбасы бар, соған байланысты өрнектер таңбалары керісінше ауысып жазылады. Яғни минус 16x квадрат плюс 8x минус 1 болып таңбалары ауысады. Және 3x-ті теңсіздіктің мына жағына таңбасын кері қарай ауыстырып жазамыз. Яғни минус 3x-қа өткізетін болсақ, бұлардың барлығы кіші 0-ден деп жазып аламыз. Енді мына жерде ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, 16x квадрат пен минус 16x квадратты қысқартамыз. Өйткені таңбалары әртүрлі. Бұл жерде сонда 8x азайту 3x қалды. Мінекей көріп отырсыздар. 8x-тан 3x азайтатын болсақ, 5x деген жауапты аламыз. Ал сандардан минус 9, минус 1 қалды. Екеуі қосылып таңбасы минус болады, ол минус 10-ға. Бұлардың барлығы кіші 0-ден. 10-ды теңсіздіктің екінші жағына таңбасын өзгертіп жібереміз. Олай болса, 5x кіші 10-нан, және де 5x-қа көбейтіліп тұр, ол теңсіздіктің екінші жағынан бөлу болып өтеді. X кіші 10 бөлу 5-тен, 10-ды 5-ке бөлетін болсақ, бізде x кіші 2-ден деген жауапты аламыз. Демек, бұны аралықтармен жауабын жазатын болсақ, жауабы x-тің қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен 2-ге дейін. Келесі 32-де 30-шы жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде де теңсіздікті шешуіміз қажет. Ең алдымен бірінші
жақшаның ішіндегі екі өрнектің айырымының квадратының формасы бойынша ашатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты, яғни 3х квадрататын болсақ, бізде 9х квадрат болады. Азайтылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек, яғни 2 көбейту 3х көбейту 1, ол кезде 6х болады. Қосылған екінші өрнектің квадраты, 1-дің квадраты 1 болады. Және де жақшаның сыртындағы минус 7-дің өзін жазып аламыз. Бұлардың барлығы кіші. Мына жерде жақшаны ашатын болсақ, 9х-ті х-ға көбейтеміз, 9х квадрат болады. 2-ні х-ға көбейтетін болсақ, плюс 2х деген жауапты аламыз. Ал соңында жақшаның сыртында қосылу 2-нің өзін жазамыз. Енді бұлардың барлығын теңсіздіктің бір жағына өткізетін болсақ, 9х квадрат минус 6х плюс 1 минус 7. Бұл жерде екеуін азайтып, минус 6 деп жазып аламыз. Ал мына жерде 9х квадраттың таңбасы минус болып өтеді. Минус 9х квадрат. Және 2х-тің таңбасы минус болады. 2-ның таңбасы минус болып өтеді. Бұлардың барлығы кіші нөлден деп жазып аламыз. Барлық айнымалар бір жаққа жазып алдық. Ал енді олай болса, 9х квадраттары бір-бірімен қысқартып жібере аламыз. Өйткені біреуінің таңбасы оң таңбалы, екіншісі теріс таңбалы. Ал минус 6х минус 8х екеуі қосылып, таңбасы минус 8х болады. Ал енді минус 6 мен минус 2 бұл жерде қосылады, сонда минус 8 шығады. Бұлардың барлығы кіші нөлден. 8-дің таңбасын өзгертіп, теңсіздіктің екінші жағына жіберсек, минус 8х кіші 8-ден болады. Бұл жерде х-тің алдында минус таңба бар, сол себепті мына минустан құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында минус 1-ге ойша бөліп жібере аламыз. Бірақ мына нәрсені есте сақтаңыздар, біз егер таңбаларды ауыстыратын болсақ, онда теңсіздіктің бағыты да ауысады. Яғни мына жерде минус 1-ге бөліп жіберетін болсақ, 8х плюс болады, ал мына жерде керісінше теңсіздіктің бағыты ауысып, 8-дің де таңбасын ауыстырамыз. Сіздер жақсы білесіздер, теңсіздіктің немесе теңдеудің екі жағында бірдей санға көбейтіп немесе бөлсе, оның мәні өзгермейтін. Біз екі жағында бірдей минус 1-ге бөліп алдық. Сол кезде х-тің таңбасын алды оң болды. Ал енді бұл теңсіздікті ары қарай шешетін болсақ, х үлкен минус 8 бөлу 8-ден. Яғни х үлкен 8-ді 8-ге бөлетін болсақ, минус 1 болады. Егер біз бұл жауапты аралық түрінде жазатын болсақ, жауабы х-тің қабылдайтын мәндері минус 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Олай болса енді, келесі 32-де 31-ші жаттығудың екінші есебін қарастырайық. Біз бұл жерде айнымалының кез келген мәнінде өрнектің мәні теріс сан болатынын дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, ең алдымен өрнекті түрлендіріп, ықшамдап жазып алайық. Бірінші, 3-тің өзін жазып аламыз. Жақшаның ішінде екі өрнектің айырымының квадраттары берілген. Оны ашып жазатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты, 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Қосылған екінші өрнектің квадраты, яғни 1-ді жазамыз, 1-дің квадраты 1 болады. Қосылған екінші жақшаны көріп отырсыздар. Егер ашатын болсақ, бұл жерде 5-тің өзін жазып алайық. Екі өрнектің айырымдарының квадратының формасын беріп тұр. Демек, а квадрат минус 1-де формула бойынша аша аламыз. Және де жақшаның сыртындағы сандардың өзін жазып алайық. Минус 8а квадрат плюс 6а. Олай болса енді жақшаны ашып жазып аламыз. 3-ті а квадратқа көбейтетін болсақ, 3а квадрат болады. 3-ті минус 2а көбейтетін болсақ, минус 6а болды. 3-ті 1-ге көбейтетін болсақ, плюс 3 деген жауапты аламыз. Ал енді 5-ті а квадратқа көбейтеміз. Ол кезде 5а квадрат болады, таңбасы плюс. Ал 5-ті минус 1-ге көбейтетін болсақ, минус 5 болады. Және де жақшаның сыртындағы минус 8а квадрат плюс 6аның өзін жазып аламыз. Минус 8а квадрат плюс 6а тең болады. Ал енді бұл жерде ұқсас мүшелерді біріктірейік. Мына жерде көріп отырсыздар, минус 6а мен плюс 6аны қысқартып жіберуге болады. Және де енді а квадраттары қарайық. 3а квадрат қосылған 5а квадрат 8а квадратты береді. Мінекей мына жерде 3а квадратқа 5а квадратты қоссақ. Және де минус 8а квадратпен бұлар барлығы қысқарып кетеді. Өйткені плюс 8а квадрат пен минус 8а квадрат 0-ді береді. Және енді бізде қалатын сандар көріп отырсыздар 3 және минус 5 деген. Демек 3-те минус 5, ол жерде минус 2 деген жауапты аламыз. Көріп отырсыздар, өрнектегі айнымалылардың барлығын қысқартып жіберген кезде бізде теріс сан шықты. Демек, айнымалға қандай мәнді берсек те, олар соңында бір-бірімен қысқарып, бізде жауап теріс сан болатынын дәлелдедік. Келесі 32-де 32-ші жаттығу. Бұл жерде тепе-теңдікті дәлелдеуіміз қажет.
мінекей көріп отырсыздар, мына жерде тең деген белгі бар. Мінекей сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Теңдіктің мына жағындағы өрнекпен теңдіктің екінші жағындағы өрнекті дәлелдеуіміз қажет. Бұл жерде мұқият тыңдап отырыңыздар, өйткені өте күрделі есептердің бірі болып табылады. Сол себепті енді шығаруды бастайық. Ең алдымен бірінші өрнек қосылған екінші өрнектің жақшаның сыртында квадратын формуласына келіп отыр. Ең алдымен бірінші жақшамыз бірінші өрнек қосылған екінші өрнектің жақшаның сыртында квадратын формуласына келіп тұр. Егер біз бұны формула бойынша ашатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты болады, формулада жақсы білесіздер. Мына жерде 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9 болады. Ал А-ның 3n қосылған 1 дәрежесінің квадратын есептейтін болсақ, А-ның 6n қосылған 2 дәрежесі болады. Өйткені 2 деген 3n-ға да көбейтіледі, 1-ге де көбейтіледі. Олай болса, А-ның 6n қосылған 2 дәрежесі, ал b квадраттың квадраты b-ның 4 дәрежесін береді. Қосылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Бізде бірінші өрнегіміз 5-тен 3, А-ның 3n қосылған 1 дәрежесі, b-ның квадраты көбейтілген екінші өрнегіміз 3-тен 2, А-ның n-1 дәрежесі көбейтілген b-ның кубы. Және қосылған формула бойынша соңында екінші өрнекті квадраттауымыз қажет. 3-тен 2-ні квадраттайтын болсақ, онда біз 9-дан 4-ті аламыз. Ал А-ның n-1 дәрежесін квадраттайтын болсақ, А-ның 2n-2 дәрежесін аламыз. Өйткені 2 n-ға да -1-ге де көбейтіледі. Ал b-ның 3-ші дәрежесінің квадраты b-ның 6-ші дәрежесін береді. Азайтылған. Мына жерде жазып алайық. 45-те 4 А-ның 2n-2 дәрежесі b-ның 5-ші дәрежесін 9А-ның 2n+2 дәрежесіне көбейтейік. Мына жерде 45 пен 9 қысқарып кетеді. Сол кезде бізде мына жерде бөлшектің бөлімінде 5 деген қалады. Сонда 5-тен 4. Енді А-ның 2n-2 дәрежесіне А-ның 2n+2 дәрежесін көбейтейік. Негіздері бірдей болып отыр. Негіздері бірдей болған кезде дәреже көрсеткіштері қосылатынын жақсы білесіздер. Яғни негізін өзін жазып аламыз. Дәреже көрсеткіштері біріншісінікі 2n-2 және екінші өрнегімізде 2n+2 дәрежелерін қосып жазып алдық мінекей. Ал енді олай болса, b-ның 5-ші дәрежесін өзін соңында жазамыз. Ал енді 45-тен 4 А-ның 2-ші дәрежесі -2, b-ның 5-ші дәрежесін 5b-ға көбейтейік. Мына жерде 45 пен 5 қысқарып кетеді. Сол кезде бөлшектің бөлімінде 9 қалады. Таңбасы минус, өйткені минус таңбамен жазылған. -9-дан 4 қалады. А-ның 2n-2 дәрежесін өзін жазып аламыз. Және де b-ның 5 дәрежесінен b-ны көбейтетін болсақ, b-ның 6-ші дәрежесі болады. Және де қосылған 25-тен 16 А-ның 6n қосылған 2 және b-ның 4 дәрежесі дегенді жазып алайық. Осылайша біз теңсіздіктің мына жағындағы амалдарды орындап шықтық. Теңсіздіктің екінші жағында 6n қосылған 2 дәрежесі b-ның 4-ші дәрежесі болып тұр. Бұл өрнекке тиіспейміз. Өйткені соңында біз осы өрнекті алуымыз керек мына жақты түрлендірген кезде. Олай болса енді, мына жерде өрнектерді қараймыз. Мына жерден сызып қояйын сіздерге түсінікті болу үшін. Біз түрлендіріп жазып жатқанымыз сызықтың астыңғы жағында. Яғни, бұл жерде көріп отырсыздар. Мына жерде мысалы 9-дан 4 А-ның 2n-2 дәрежесі b-ның 6 дәрежесі. Ал мына жерде 9-дан 4 А-ның 2n-2 дәрежесі b-ның 6 дәрежесі. Біреуінің таңбасы минус болса, екіншісінікі плюс. Демек, бұлар бір-бірімен азайтылып 0 болып кетеді. Толықтай қысқартып тастауға болады. Ал мына жерде 25-тен 9 6n+2 b-ның 4 дәрежесімен 25-тен 16 6n+2 b-ның 4 дәрежесін қоса аламыз. Олай болса, екеуінен жақшаның сыртына біз А-ның 6n+2 b-ның 4 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Мінекей біз бұл жерде мына өрнекті және де мына өрнекті қосып жатырмыз. Өйткені екеуінің де таңбасы оң таңбалы. Жақшаның сыртына шығарып жіберсек, жақшаның ішінде бірінші өрнекте 25-тен 9 қалады. Ал екінші өрнекте 25-тен 16 қалады. Енді одан ары қарай мына жерде бізде қысқарып кетті. Енді қалған өрнектерді жазатын болсақ, мінекей мына жерде мына 3 пен 3 бір-бірімен қысқарады. Өйткені біреу бөлшектің алдында, біреу бөлшектің бөлімінде тұр. Бұлар жалпы бір-біріне көбейтіліп тұр.
Ал мына жердегі 2 мен мына 2-ні көбейтетін болсақ 4 болады. Сонда 5-тен 4 деген жауапты аламыз. 5-тен 4 бұларды көбейтіп жазып алайық. А-ның 3n плюс 1 дәрежесі b-ның квадраты. Демек, ал А-ның 3n плюс 1 b-ның квадратына А-ның n минус 1 дәрежесін көбейтетін болсақ, дәреже көрсеткіштері қосылады. Сонда 3n-ға n-ні қосатын болсақ 4n болады. Ал минус 1 мына жерде қысқарып кетеді. Өйткені минус 1 плюс 1 0 болып кетеді. А-ның 4n дәрежесі қалады. Ал b-ның екінші дәрежесін b-ның үшінші дәрежесін қосатын болсақ, b-ның 5-ші дәрежесін аламыз. Бұл өрнектері біз көбейту арқылы жазып алдық. Енді бізде тек қана мына бір өрнегіміз қалды. Бұл өрнекте минус 2 және плюс 2 0 болып кетеді, қысқарып. 2n плюс 2n 4n береді. Демек, 5-тен 4 А-ның 4n дәрежесі болады. Таңбасы минус. Мына жерде минус қойып ұмытып кетіппіз. Мына жақта минус жазылған, демек мына жерде алдында минус болады. Минус 5-тен 4. Мына жерде көріп отырсыздар, А-ның 4n дәрежесі қалды. А-ның 4n дәрежесі және де b-ның 5-ші дәрежесі. b-ның 5-ші дәрежесі тең. Мінекей көріп отырған болсаңыздар, мына жерде де біреудің таңбасы плюс, екінші таңбасы минус. Қалған дәрежелері бірдей. Демек, бұларды қысқартып жібереміз. Өйткені бір-бірімен азайтылып 0 қалады. Ал жақшаның ішінде қосуды орындайтын болсақ, 9-ға 16-ны қоссақ 25 болады, 25 25-ке бөлініп 1 қалады. Сонда бізде тек қана мына жер барлығын қысқартып жіберген кезде мына бір өрнегіміз қалды. Өйткені жақшаның іші 1-ге тең болды. Ал мына жерде 6n қосылған 2 1-ның 4-ші дәрежесі. Бізде теңсіздіктің екінші жағына қарайтын болсаңыздар, бұл жерде 6n қосылған 2 1-ның 4-ші дәрежесі болатын. Біз осылайша теңсіздікті дәлелдеп шықтық. Біз теңнен кейін осылай А-ның 6n плюс 2 b-ның 4-ші дәрежесін жазыламыз. Біз осылайша мына бір өрнегімізді алып, теңсіздікті толықтай дәлелдеп шықтық.